Қонақта 40 жылдан астам мәдениет саласында еңбек жасаған Бұқар-Жырау ауданының құрметті азаматы, мәдениет майталманы Мүгүлсім Ғұбайдоллақызы Шибаева қонақта. Ең алдымен іс-шарамызды бастамас бұрын осы іс-шарамызға келісіміңізді беріп, уақыт тапқаныңызға көптен көп рахмет. Біз бүгін сіздің өміріңіз және жұмыстағы жетістіктеріңіз туралы сөз етеміз. Іс-шарамыз әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирде жүргізілуде. Көрермендер, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар, ойларыңызды білдіріп дегендей. Алдымен іс-шарамызды бастамас бұрын сіз туралы дайындаған видеороликті назарыңызға ұсынамыз. Шибаева Ғұбайдоллақызы 1954 жылы 25 ақпанда Қарағанды облысы Ульянов ауданы Семізбұғы кенішінде дүниеге келген. Еңбек жолын 1971 жылы Ульянов кентінде аудандық балалар кітапханасында кітапханашысы қызметінен бастап, содан кейін 1973-1975 жылдары Ульянов аудандық кітапханасының әдіскері, 1976 жылдан бастап аға әдіскері қызметіне ауысады. 1980 жылы аудандық кітапхана әдістемелік бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарады. 1982-1985 жылдары аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесінің директоры. 1985 жылы Әл-Фараби атындағы Шымкент педагогикалық институтын тамамдап, ауданның мәдениет бөлімінің меңгерушісі болып қызмет етеді. 2005 жылдан бастап Бұқар-Жырау ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бастығы қызметіне орналасты. Ұзақ жылғы және нәтижелі еңбегі жоғарғы бағаланып, Қазақстан Республикасының қоғамдық келісім және ақпарат мәдениет министрлігінің құрметті белгісімен, мәдениет қайраткері алтын белгі, күміс белгі белгілерімен, облыс әкімінің Нұр Отан алғыс хаттарымен, сондай-ақ Бұқар-Жырау ауданы әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Іске берілгендігі үшін облыс мәдениетінің дамуына қосқан үлесі үшін номинациялары бойынша диплом иегері. Бұқар-Жырау ауданының құрметті азаматы, жоғарғы атағы Мүгүлсім Ғұбайдоллақызы Шибаеваға Бұқар-Жырау аудандық мәслихаттың 2013 жылдың 10 шілдедегі 15-ші сессиясының номер 6-шы шешімімен берілді. Дайындалған кезде сіздің жұмыс істеген аралықтағы кезеңдер мен өміріңіздің қызықты да қуанышты сәттерін белгіледік. Бұл шара ауданымыздың құрметті азаматы және де мәдениеттің сәулесі деп таныған сізбен сұхбаттасуды хат ретінде сұрау жолдаған оқырмандардың тілегі бойынша ұйымдастырып отырмыз. Көптеген оқырмандардан бізге сізбен тікелей эфир жүргізсін деген ұсыныс түскен болатын. Мен өз басыма келетін болсам, сізбен жұмыс істемедім, алайда әріптестерімнің әңгімесінен сіздің жұмысыңыз туралы әркез қолдау беріп, ұйымшылдығыңызды көп айтатын. 1000 рет естігенше бір рет көр деген қазақта сөз бар ғой. Осы сұхбаттасу кешіп көп ойлап, сізді тереңнен танып, көп білгім келді. Бейнені дайындау барысында есіміңізді Сәуле деп жаздық. Ал біздің кітапханамыздың қорында бар, аудан ардақтылары кітабында есіміңізді Мүгүлсім Ғұбайдоллақызы деп жазылған. Не себепті сізбен бірге жұмыс атқарған әріптестеріңіз сізді Сәуле деп таныды? Мен кішкентай бала кезімнен мені нағашым Сәуле деп кеткен, Мүк Сәуле деп қойған ғой Мүгүлсімнен. Содан садикқа барғанда воспитательдар сенің атың дегенде мен Мүк Сәуле дегенде олар Мүк алып түсіп Сәуле болып кетті. Содан кетті. Туысқандарыңыз. Өмір жолыңызда жұмыс істеген аралықта қызықты сәттеріңіз есіңізде ме? Ой, көп болды ғой қызықты сәттер. Кездесулер, өте ұлы адамдармен, сондай жақсы адамдармен кездесу. Өз ұжымымызда сондай үлкен жақсы қызықты сәттер көп болды. Есіңізде қалған бір жақсы сәттер? Ой, мен айтсам екен қызықты. Кейінге қалдырсақ, көп болды сәттер қызықты. Мен келесі сұрақты қоя берейін. Егер мәдениет саласында жұмыс істемеген жағдайда өзіңізді басқа қай саладан көрер едіңіз? Көре алмаймын ешқандай. Өйткені мен бала кезімнен кітапханашы болуды армандадым. Менің үлкен апам кітапханада істеді, бізде Семізбұғы деген жерде үлкен клуб болған, үстінде Кремль болған деп біз мақтанамыз, иә.
өйткені Семізбұғы Москваға тура қараған жер болатын. Содан кітапханада істейді. Мен мектептен келе жатып, бірінші сынып оқып жүрген кезде кітапханаға келем, ол кезде мынандай жабық не болады ғой, есігін былай несін ашады, барьерға мені кіргізеді, отырғызып қояды. Оқырмандар келіп сұрайды ғой, анандай кітап бар, мынандай кітап. Мен қарап отырып, қалай көбірек, мен де сондай болғым келеді деп, сол арманым мені осы неге алып келді. Сондықтан мен ешқандай басқа мамандықты өзімді. Сұрағымыз, енді қазіргі таңда мәдениет саласына деген көзқарасыңыз қандай? Ішіңіз ашитын кездері бола ма? Болады. Мен кейде ойлаймын, әттеген ай деп кейбір нелер. Мына мысалы бүгінгі біздің кітапхананың мынандай жағдайы, алдында да бір сондай нелерді естігенде мен барлық нені біліп жүрем ғой. Сонда әрине ішің ашиды. Және де мынау енді бүкіл әлемді алып кетті ғой, жаман індет. Сол кезде өз жұмыстарын жасай алмай біздің мәдениет қызметкерлер жаңағы бетперде тігіп сондай нетіп жүргенде ішін ашиды, әрине оның барлығын енді қолдан келетін не. Мен тағы бір осыған сұрақ қойғым келіп отыр. Нұрсұлтан қалалық мәслихатының депутаты Мирас Шекен былай деген екен: қалай десек те бүгінде кітапханашылар анархизмге айналып барады. Бюджеттен жалақыға, ғимараттарды ұстап тұруға және көптеген кітап сақтауға қомақты қаражат жұмсаудың қажеті жоқ. Барлық кітап интернетте тұр деген мәлімдемесі шын мәнінде адамды қынжылтып күміштеді осыған. Бұл мен өте қатты ренжітті. Мен оқығанда мен айтпай қойын жаман сөз айтып жүрдім. Өйткені бұндайды оқыған адам және де осы халықтың қамын ойлаған адам, болашақты ойлаған адам бұндай сөз айтпайды. Аудан шықпау керек ондай сөз. Өйткені ол кітаппен кішкентай кезінен балалар уже кітап оқиды ғой, солай ғой. Мына балалар кітапханасына қаншама балалар келеді. Мен бұрын осы көріп жүрдім, ауылды жерге барғанда да біз есіктен кіріп жатқанда кітап келді ме деп соңымыздан жүретін балалар болған. Сондықтан мен бұны бір нағыз оңбаған кісі қойды. Мен өзім комментарий жазған, анау Гоголь кітапханасының директорының жазған несіне комментарий жазып жіберген. Оңбаған адам екен деп. Мен сол сөзді қайталамын. Бұндай сөз көтеруге де болмайды. Қалай интернет? Бір шара болған, ұмытып қалдым қандай неде. Сонда мынау Америкадан эксперимент жасатты. Жаңағы электронный кітаптарды көп пайдалана ма, әлде кәдімгі кітапты пайдалана ма деп. Сосын бір неге келгенде, сөйтсе кәдімгі кітапты қолдану ол жоғары болған. Үлкен процент алған, а электронный ол артта қалған. Неге десе, сонда адамдар айтады, мен қолға кітапты алайын, мана ескеймін, оны оқимын, оны әрбір несіне, оның өзі бір кереметтей не ғой. Ол бір қалай адамға сондай бір не сыйлайтын, қалай бақыт сыйлайтын шығар, рухани байлық сыйлайтын. Сондықтан осындайды көрмеген адам ғана сондай айтылады. Ол тек қана Нұрсұлтан қаласындағы жағдай. Өзіміздің өмірімізге, мәдениетке деген көзқарастың төмендігі ме, әлде кітапқа деген сый құрметтің азайғандығы ма? Біз отырған кітапханамыздың сыйы өзімізге мәлім. Атыңыздыға затыңыз сай, мәдениеттің сәулесі. Сіз мәдениеттен кеткен соң сәулеміз өшіп тастағандай болды. Қазіргі кезде біздің жан айқайымызды түсінетін жанның жоқтығы қынжылтады. Сіздің мәдениетке салып кеткен жолыңызды ескеріп, үлгі тұтарлық істеріңізді көпшіліктің аузынан естіп жүрміз. Осы орайда сіздің кітапханаға деген, мәдениетке деген ойыңыз біліп кетсек? Әрине, өте өкінішті жаңағындай сөз есту, бізді түсінетін, бізге осындай не жасайтын адамдар азаюы дегенді айтқандаймын, ол өте өкінішті. Өйткені мен ойлаймын, кітапханашылар қашанда сондай шыдамдылық білдіріп, қандай қиындықтарды жеңіп шығып. Біздің өзіміз, мысалы, мен кітапханашы жаңа бүкіл этапынан өттім ғой, кітапханашы бардан бастап. Сонда бізде жеңіл не болған жоқ. Мысалы, суық жерде отырдық. Қазір аяғымыз ауырады, неден? Сол суық жерде отырғаннан, суық жалғыз мен емес, бүкіл ауылдың нелері. Бірақ сонда да ешқайсысы осы жұмыс тастап кетпеді. Осы жұмыстың қиындығының өзі, осы сонымен күресудің өзі сондай бір үлкен не беретін. Енді бүгінгі күнде мен көріп отырам, интернеттен қарап отырам, біздің ауылдық кітапханалар, мәдени ошақтары, және аудандық нелерін бәрін қарағанда үлкен сондай сендердің нелерінен үлкен серпіліс бар, жақсы жұмыстар көріп, оған қуанам. Енді осындай да қолдау таппады деу, мен үшін ол әрине білмеймін.
енді мәңгі адам істей бермейді ғой бір жерде. Адамдар өзгеріп жатады, орнына басқалар келіп жатады. Енді ол басшыға байланысты ғой. Қашан да ол басшыға байланысты, басшының көзқарасына байланысты. Бірақ ол басшыны да жеңуге болады. Мысалы, менің өз өмірімде мен негізі 9 әкіммен қызмет жасадым ғой. 9 әкімнің 9 әртүрлі болды. Соның ішінде біреуі жан салып өтсе мәдениет жағына, біреуі қайта бізді осы отырған жерімізден де шығарып салғысы келді. Бірақ оның барлығына біз таласып, тармысып жүріп солай жұмыс жасадық. Райымбеков деген бізде әкім болған. Осы соны орталық Қазақстанға да жазған, және де осы менің 60-қа толған кешімде өз аузынан кісілер барлығы естіді, сонда айтқан. Мен бұл кісіні дейді, есіктен шығарып салып жатсам, бұл кісі маған форточкадан кіретіндер. Өйткені бір сұрақтар шешілмейтін. Мысалы, кітапханаларды жабу керек кезде ол кісі жұмыс істеді. Мен өкінем, сондай кісі идеолог, одан кейін бүгінгі кезде болса ғой, әкім, ол барлығын сол қиын кездің өзінде ол көмегін аямай көмектесіп отырды. Ал сол кезде оны қыспалады, сен клубты жаз, сен кітапхананы жап деп. Сондайда мен жылап барам ғой, жаппаңызшы кітапхананы, жаппаңызшы клубты, ол керек деп. Сонда мені түсінеді, көпнені біз алып қаламыз. Бірақ оған да облыстан бірлер сөгіс жариялаған. Сонда ол айтқаны ғой, мен дейді, қалай енді мені ұрсып жатыр. Мынау Асакаров ауданында, мысалы, клубтар қалған жоқ қой, оның бәрін сатып жіберді. Ал қалған кітапханашылар 125 дегенде жұмыс істеді. Соны үлгі қойып, басқа аудандарда солай болсын деген болған. Бірақ жаңағындай біздің ауданда ондай тауба болған жоқ. Оның айтып отырған басшыдан. Егер ол басшы ең алдымен аудандық кім билеп отыр, ал және сол жұмысты оған жеткізетін, оны әрмен қарай айтып түсіндіретін, ол кішкене жігер жетіспей ме деп ойлаймын қазіргі адамдардан. Сол болу керек деп ойлаймын. Сол құлдырау кезде көп кітапхананы, көп клубты алып қойған сіздің арқаңыз, иә? Енді әріптестерімде аузынан осы сөзді естіген. Бірінші Алла қолдаған шығар деймін, біздің шын немізді. Және де бізде бөлімшелерде ұшыда отыр ғой, міне Қалиасқар отыр, Қайрулла, Жұмағали отыр. Бізде бөлімшелерде клубтар болды. Қандай клубтар болды, иә? Әлгі байқау өткізгенде олардың жаңа көркемөнерпаздары, мынау ауыл үлкен, қазіргі ауылдардікінен кем болған жоқ. Солай ғой жігіттер, иә? Олы тура арасында біз бұрын бірге өткізетінбіз байқауларда. Мысалы, мәдениет бөлімінде істеп жүргенде. Сосын бөлдік, совхоздарды бөлек жасайтын болдық, бөлімшелерді бөлек. Олардың деңгейі бірдей болатын. Енді қалай сондай клубтарды жабуға болады? Қалай? Халық деген нетіп ағылып барып жатады. Кітапханаларда қандай қиындық болса да айтып отырмын ғой, қолдары тыңмен. Мынандай условия болған жоқ оларда. Даже стеллаждарда жөнлеп болған жоқ. Қолдан жасалынған не, бірақ оған қарамай жандарын салып қызмет етіп жүрген нелерден қалай ондай ошақтарды жабуға болады. Бірақ біз көбін ол кездерде қиын кезде алып қалғанымызбен, мынау 2 аудан қосылған кезде бізге 2 ауданда сондай ғана кітапхана болу керек, сондай ғана клуб керек болады дегеннен кейін, болу керек дегеннен кейін көп немізден өкініш қарай айырып қалдық. Ол өте қиын жағдай. Тағы бір кезекті сұрағымды қойсам, бізде қыркүйек айына кітапхана қорына «Анашым сөнбес шырағым» кітабымен толықты. Бұл кітапта тамаша ғұмыр сүріп ғибратты өнеге қалдырған асыл жүректі жар сіздің апаңыз Бақытжамал Ғұбайдоллақызы жазылған естеліктер топтастырылған. Осы кітаптың шығуына өзіңіз қосқан үлесіңіз, сіздің мақалаңыз оқып шықты, мәңгілік сағыныш деген. Иә, мен былтыр апам қайтыс болған кезде 3 баласы бар. 24-ші желтоқсан күні апам туған күні болды, Құран оқыдық, үйде болдық. Сонда балалар көп қиналды, әлі күнге дейін көп жылайтын еді. Сосын мен айттым оларға, кітап жазсаңдар қайтеді. Сөйтсе балалардың өздерінің ойында да жүрген ғой, кітап жазсақ бірімен бірі сөйлескен, бірақ біз оны істей алмаймыз, қолымыздан келмейді деді. Мен айттым, келеді, давайте, мен мынаны істеймін, мен мынаны істеймін, сен мынаны істе. Бөліп алдық та мен хабарластым көп кісілермен. Осы кіммен хабарлассам да, ол адамдардың барлығын, мысалы Орынбасар Шубаевна, 3-ші хатшы болған кісі, мықты, енді железная леди деп айтатын ол кісіге, сол кісіге хабарласып едім. Бүгін айттым, 2 күннен кейін ол кісі маған звондап тұр, Сәуле, менде басатын күш жоқ, мен саған телефонмен айттым, мен жазып қойдым дейді. Қарашпа, сондай не, ол менің апама деген құрмет деп ойлаймын. Сосын осы кітапқа кірісіп кеттік те, балалар да кішкене көңілін бөлді, біз де кішкене немізді арасында бұның
барлығын жинаған мен болдым. Әрине өте қиын, оқу, жылау, көру, бұның барлығы өте қиын болса да, бірақ біз осыны өзінің жылдығына қарсы жасап шығардық. Мені қызымдай көрген ғой, мені барлығы айтатын, мені сол кісінің баласы деп айтатын да. Мен мектеп бітіріп келгеннен кейін оқуға салмаған кезде сол апаммен жездем қолында тұрып осында балалар кітапханасында қызмет істедім. Мен еркелететін сол апам ғой. Мәңгілік естен кетпейтін асыл қазына ғой кітап деген. Алып жатырма, оқып жатырма, насыл жақсы кітап. Біз әлеуметтік желіде осы кітапханаға келіп түскен кітаптарды таныстырамыз. Сонда сұрақтар әлеуметтік желіге келді, яғни өлкетану бойынша сұрақ кітап жақсы екен алуға бола ма деп біз мекен-жайды бәрін. Жалғыз өзі 3 баланы асырау, жолдасы қайтыс болған кезде авариядан өте қиын әрине. Бірақ өзінің сондай мінезімен, қайсар мінезімен бар қиындық жеңіп шығып, балаларын бәрін тәуба жеткізді, үйлендірді, немере сүйді. Сол. Кітап деген өшпейтін мұра ғой, мәңгілік сақталатын асыл. Сізден кейін балаларыңыз кезеген сұрақ. Инстаграм әлеуметтік желісінде сіздің парақшаңыздағы жазылған жазбалар өте қызықты. Өз басым сүйсіне оқып отырамын. Болашақта топтастырып, бір ретке келтіріп, кітап шығару ойыңызда бар ма? Иә, бар. Мен шын айтсам бастадым, ол кітапты бастаған. Енді одан кейін мына кітапқа кірісіп кеттік, көмектесіп. Енді қазір өз қол тимейді. Негізі менде басталып, біраз жазғандарым бар. Әрине маған бұндай нені біздің ауылды кітапханашылар, клуб меңгерушілері де айтқан, сіздің өміріңіз бізге үлгі болады, сіз жазсаңыз деп осылайды, біз өзіміз көмегін жасаймыз шығарғанға деп. Бірақ мен енді оған нетіп емес, өзімді шында да артынан бір мұра қалса екен деп жазып бастадым. Алла жазса енді қолға аламыз. Алла қаласа, кітапхана қорымызда сіздің кітабыңызды көреміз. Иә, менің арманым бүкіл ауылды кітапханаларда болса деп. Әлеуметтік желіде сұрақтар жоқ па? Қойып жатқан жоқ, тілектер ғана айтылып отыр. Сұрақтарымыз жоқ, сәлем жолдап отыр. Бар кітапханашылардың ұстазы десем артық болмас деген жылы лебіздерін білдіріп отыр. Сұрақ қойылып отырған жоқ. Есіне қатысып, сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Серігі бар, көңіл күйін сұқпады ғой кітапты. Жоқ, мен мына жерде біздің жігіттер отыр, мен осы 3 жігітке тоқтағым келіп тұр. Әттең орталарында алмасымыз жетіспейді, айырылып қалдық, өте өкінішті. Сосын оның алдында мақсатымыздан айырылып қалдық мақсат. Міне Қалиасқарды айтсам, Қалиасқар деген ол бір фанат адам ғой. Бұқар жыраудың нағыз осы еңбегі, біздің ауданда көп еңбек сіңіріп жүрген Бұқар жырауды еңбек сіңіріп жүрген ол біздің Қалиасқар. Күйі де бар, әні де бар, сөзі де бар, қаншама табылау нелері де бар, жазып жатқан барлығын оқып. Жақында Қалиасқардың кітабын оқып шықтым, оқып шығып отырып, тура керемет естелік. Сол бұрынғы біздің бастаған, мен жаңа ғана мәдениет бөлімінде бастаған кезім ғой. Қалиасқар менде жұмыс жасады, сонда кетем дейді, мен айтам, сен кетпейсің, сен маған көмекші, ақылшым боласың деймін, жібермеймін жұмыстан. Екеуміз көп нәрсе сондай бүкіл аудандарға шығып, Бұқар жыраудың нелерін, толғауларын, жырларын барлығын айтып, Жангелді барда. Одан кейін мен бір үлкен арманым болатын, бізде бір фольклорлық топ болса деп. Сол арманымды орындағандардың бірі мына жерде Жұмағали, Алмас, Мақсат, Майгүл, Сандуғаш, Гүлнұр деген болған. Осылар керемет. Одан кейіннен Қайрулла қосылды. Керемет топ болды. Бүкіл облыстағы нелердің бір сүйікті тобы болды бізде. Ауыл біздің ауданда айтпаған өзіне Жұмағали керемет сондай. Сондықтан мен ойлаймын, осындай осы жігіттер енді міне осы бүгінге дейін осы біздің жігіттер жастарға үлгі болып жүр. Жақсы. Жұмағали Белағашта жұмыста жүргенде бұны болмай осы жаққа алып жатқан. Алып келіп, ақындығы бар, өзінің сазгерлігі бар. Әттен жоғары білім ала алмай қалғандығы болмаса, әйтпесе ешкімнен кем емес. Рахмет, Жұмағали. Өте мен ризамын сенмен осылай жұмыс жасағаныма. Қалиасқарға әрқашанда менің бауырым ғой. Қашанда мен оның өзі ақылдасып жүрмін, бірдеңе болса, Қалиасқар солай ма деп бірдеңелер сұрап жүрмін. Қалиасқар айтқан кезде, Қалиасқар айтты, ол дұрысын айтты деп солай деп санап жүрмін. Мына Қайрулла
біздің ауданнан ең бірінші неде болған бұрын Ленин двореці болды, қазір республика несі сарай ғой Алматыда. Сонда республикалық термешілер несіне бізде облыс хатшысы болған Қуанышев деген, Сұлтан Қуанышев. Сол кісі осы кісіні жіберген, біздің ауданнан бірінші қасыққан туылды. Мен арманым болған осы термешілер несін ашама деп. Сол арманымды орындамады. Ренжіштім мен бұл жігітке. Енді әлі де кеш емес, бірақ өйткен мен мына Бұқар жыраудың жылда облыстық байқау өтіп отырады, енді ауданда да өтіп жетіп ойлаймын. Мен сонда міне ылғида жюриде болам. Сол кезде жаңағы кімдер дайындаған балалар толғаудан жүлделі орын алатын. Биыл қатыстырмады, неге екенін білмеймін. Олай нетуге болмайды, артқа қарай кету. Бірақ бұлардың несін біздің мынау руханият мектебі, мен өте мақтап өткім келеді. Бауыржан басқарып отырған мектепте мен көңілім керемет толады. Өйткені олардың жаңағы біттейден бастап жатқан талантты балалары өте көп. Байқауда көрдім. Биыл Виктория деген бір орыстың қызы сахнаға шыққанда біздің ұлттық киіммен, қолында домбырасы, басын былай, енді сондай бір мақтанып шыққандай, шығып орындыққа отырысының өзі әдемі. Домбыраны тартқанда қарамайды ана домбыраға. Басқалар бүйтіп отыр, қарамайды. Енді дауысын естіген кезде мен әліге кереметтей таң болып қалдым. Мен Дидарға айтам, Дидар айтады, мына домбыраны әкесі аталар алып берген, әке шешелері. Керемет қой, біздің жаңа Бұқар жыраудың жырларына несен суысында бана біреу айту керек, бір толық оған айту керек. Оған адамдар сұрап, екінші толық оған айтты. Тура таза айтады. Мен айтам, осындай нелер әрбір концерттің бір үлкен мақтанышы болатын не, әрине. Сол. Мұнда Ростовка мәдениет үйінен сізге тілек ретінде келіпті. Қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдыз. Осындай халық жанашыры басқарған тұста қызметке қабылданған үшін өте бақыттымын. Сіз мен үшін мінсіз қызмет пен жоғары жауапкершіліктің үлгісісіз. Жазып жіберді. Гаухар ма? Ростовка мәдениет үйі. Жаңа Зерде бейнемәлінің қызметкерлері Жұмағали ағамен қайрылаған көп сөз еттіңіз. Әндерін тыңдасақ. Иә, тыңдайды. Сағындым дауыстарын. Сағым жылдарын. Gün geçten sonra
осы самал тобын әлі күнге дейін жалғастырып жүр. Жұмағали мен Қайролла. Оларға өте әдемі азамат кірген бұлардың топтарына. Жақсы толықтырып, және де Сая әкесімен, Мақсатпен Майгүлдің ісін жалғастырған сияқты деп санаймын. Әлеуметтік желіде Шешенқарадан сұрақ келіпті. Қайырлы күн, жақында депутат Мирас Шәкенов кітапхана қазіргі кезде анархизм және кітапханада қысқарту керек деді. Бұл туралы не ойлайсыз деген пікіріңіз? Оған алдында жауап берілген болатын. Біздің тікелей эфиріміз әлеуметтік желіде 24 сағат сақталады. Басынан көрмеген оқырмандарға көруге болады. Осы орайда жастарға қазір айтар ақылыңыз енді ой қосар едіңіз? Жастарға қазір, көп жастар қазір жалқау деп айтып жатады, бірақ білмеймін, өмірге мынау неге деген құштарларда бар, қызметке деген, жұмысқа деген, өсуге деген талаптары бар. Мынау мемлекеттік қызметке тұрып, сондай тұрмысатындарды көріп жүрім. Бірақ өткенменде жастарға қазір қандай тек айтуға болады? Оларға айтарым, мысалы, өзінің еліне, жеріне деген, өзінің жаңа қолынан келген барлық істі атқарып, осы біздің аудандық, біздің оның ішінде өз бір үлесін қосса, республика, облыстың несінде бір жақсылықтармен өсіп, жақсылықта жаңағындай жетсе, мысалы жаңаға мен жігіттерді айтып отырмын ғой, өздерінің жақсы істермен ауыл-ауыл жерге барып, көңілдерін көтеріп, халықтың қандай әндерін салып, күйлерін, жырларын арнап жатыр. Сондай қолдарынан келген нелерді оларда бәрі жасаса, жалқаулық болмаса деймін. Еліне деген кейбіреулер қазір былай деп айтады, ақша дейді, ақша төлей ма, ақшасы сондай сөз айтады. Енді ол да керек шығар, бүгінгі күн ішінде де қымбатшылық кезде ол да. Бірақ білмеймін, біздің кезімізде біз ақша деп ойлаған жоқпыз, бізге бірдеңе береді ау деп ондай ойлаған жоқпыз. Біз өз міндетімізді жұмысқа келеміз, өз жанымызды аламыз, жұмыс жасаймыз. Сонымен осы еңбектендік, сонымен өстік деп ойлаймын. Сонымен міне бүгін осындай дәрежеге жетіп отырмыз, еңбектің арқасында деп ойлаймын. Еңбектену керек, еңбекті аянбай еңбек ету керек. Мен мынау әлеуметтік желіде біздің ауылдық кітапханалардың, клубтардың жұмыстарын қарап жүрмін. Ішінде мына біздің аудандық балалар кітапханасы, үлкендердің кітапханасының жұмыстарын қарап жүрмін. Мен өте қуанамын, өйткені көп өзгеріс бар. Но бүгінгі күнге сай, осындай, міне бүгінгіде, бүгінгі күнге сай жұмыс болып отыр. Осындай жұмыстар көп атқарылып жатыр. Мен қолым тиген кезде комментарий жазып, өз ойымды айтып жатамын. Кейбір жерлерде бір ұнамаған жерлері болса, оны да айтып жатамын. Оған ренжімес, мен оларды кемітейін деп емес, мен оларды түзеу үшін айтамын. Өйткені енді қайткен мен көргенім бар, білгенім бар дегендей. Бірақ мен өте ризамын, сондай ауыл жерлердің нелерінің өсіп, сондай жақсылықтарын көргенде мен өте қуанамын. Енді олар ауылдық кітапханалар мен клубтардың жақсы істеуі, ол әрине орталықтағы кітапхананың, орталық мәдениет үйінің мықты болғандығы деп ойлаймын. Олардың жаңағы бір методикалық орталығының әдістемелігі, солай деп, соның мықтылығы деп ойлаймын әрине. Солай жұмыстарын. Негізі былай айтатын болсам, кітапхана, біздің кітапхана ежелден осы жақсы неде келе жатыр. Мысалы, біз істеп жүрген кезде, бұрын мынау социалистический соревнование дейтін болатын, жаңағы кітапханалардың арасында, ауданның арасында осындай не болатын. Сосын мынандай вымпел беретін. И оның 50 рубль ақшасы болатын. Сол бүкіл облыс бойынша біздің аудандық кітапхана ешкімге, ешқашан осы вымпелді беріп көрген жоқ. Ол сол кезде біз жаңағы сон аламыз. Сосын жаңағындай актив болады, жылдың аяғында ең жақсы клуб, ең жақсы аудандық клуб, ең жақсы аудандық кітапхана, ең жақсы автоклуб, ең жақсы парк деп, солардың бәрінде айтады, сонда кітапхана біз боламыз. Клуб жағынан Қарқаралы, Нұра, Асакаровка солар таласатын. Бірде біреу, бірақ кітапханамен тағы да қайталаймын. Біз өз немізбен, біз ешкімге бермейтінбіз. Сосын мынандай үлкен знамя болатын. Оны жаңағы бүкіл жұмыстардан жақсы результатпен, бірақ оны Мичурин аудары ешкімге бермейтін.
ничегін алған. Сонда мен армандайтын, ешкім біздің ауылда неге алмайды осыны деп армандайтын, сол арманым орындалмады. Өйткені мен кітапханада істеп жүрген кезде бұл уже бітті. Ондай жасалынбады. Бірақ жаңағы вымпел менде қалған, мен сейфімде жатқан, содан біз наурыз өтіп ғой, көмегі теді ғой деп. Нашар болған кезде мына жерден бір өз жерді қаратты, мен осы кітапхана салып берем деді ғой. Ой, ол сондай сөз айтқан, кітапхана салып берем деп. Сосын әлгі кісіге депутат қайтып жатырмыз ғой, көмегі келді деп. Ол қарады, ештеңе деп айтпай кетті. Оны сосын неге барды? Мұстафинға. Мен де бардым. Мұстафинға 40 келсін айтады. Мынау ғой районный библиотека болатын. Ананы жабу керек, мынаны районный болу керек. Міне, осындай да сөз болды. Мен айтамын, неге жабады? Бізге наоборот ана жаққа салу керек. Ауданның орталығы қай жерде? Сол сондай осы Гаухар, Людмила Михайловна, Инна бар, керемет жандар. Осы екі аудан қосылған кезде осылардың мен қандай екендерін көріп, мен де олармен жұмыс істегенге өте қуаныштымын. Және де Мұстафинді айтып, Наташаны Боцманды айтпай кету болмайды. Керемет фанат адам, бишілері ділбес, әлгінге дейін біз арамыз үзілген жоқ. Мен шақырып тұрады, концерттарына барып тұрам, Теміртаудағы концерттарына барып тұрдым. Өте біздің аудан жаңағы ауыл берекеде үлкен жарыс болды ғой біз аудандардың арасында. Сонда бүкіл би жағын, неміздің басын, аяғын қойып беретін Наташа болатын. Ол да ауданға деген, өзі біздің ауданда тұрмаса да Теміртауда тұрады, бірақ ауданға деген оның кереметтей жанашырлығы болатын. Сіздің бойыңызда қандай талант бар? Бір аспапта ойнайсыз ба, ән айтасыз ба? Жоқ, ештеңе жоқ. Мен өте жақсы көрем, бауырларым айтады, бірақ менде ондай талант жоқ. Қай әкімнің тұсында сізге жұмыс істеу оңай болды? Жұмыс істеу оңай болды, мен ойлаймын, бір кісі емес, Райымбеков пен Рахимов. Екеуінің кезі, өйткені екеуді Рахимов бірінші екі ауданға қосылған кезде біздің ауданға көзқарасы, бәріңіз білесіздер ғой, бүкіл басшыларды сол жақтан алып келді. Мен қалдым, Қазкен Нұрғалиевич қалды. Қалған барлық жақтан келген басшылар болды. Бірақ біз сондай ойладым, қысатын шығар, жаңағындай бірінші ғимараттан кетуді талап етті. Бірақ артынан өте көп көмектесті. Мысалы, біз концерт қойғаннан кейін премия береді. Иә, премия беретін шақырып, маған айтады, мынандай қатысқан нелерден бастап, бәріне мен атынан рахмет айтты. Жұмыс істейтін адамдар бәріне премия береді. Райымбеков те жаңа айтып, идеолог кісіден әрине. Қызық болды ғой, мен көп сөйлеп отқан сияқтымын, сұрақтар бар. Мен мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Қазір әлеуметтік желі арқылы біздің, яғни бүкіл жарияланған дүниелерді, салған ақпараттарды барлығын көріп тамашалап отырасыз. Тіпті Әл-Фараби даналық атты челленджімізге қатысып, шашбауымызды көтеріп, бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, осылай әрдайым қолдау көрсетесіз. Осы орайда егер, мысалы, қазір осы әлеуметтік желіні тікелей эфирде 24 сағат көреді, қаншама сақталып тұрады, осы ауданға кітап салу, кітапхана салу. Егер сөзіңізбен айтсаңыз, сондай бола ма екен алдағы уақытта? Енді ол бар ғой, салу деген өте қиын. Мен бізде бұрынғы әкім болды, Тұңғышбеков деген, жарты жыл осы әкім болып кетті. Сосын ол кісі облыста істеді, одан кейін республикада осы не жағында, ауыл шаруашылық жағында, осы объектлары не жағында сондай болды. Мен ол кісіге де хабарласып, бізге кітапхана керек, өйткені тар, салып беріңізші, солай дегенде салу дегенне ол өте не дейді. Ол жоспардар жоқ па, өте қиын екен. Өйткені біздің бай қарап отырсаңыздар, бізге мәдениет үйін салуға да болады. Бірінші мәдениет үйін салса, бүгінгі күнге сай, ал мынаны музейден кітапханаға берсе. Қандай жақсы, иә? Сондай да ұсыныс болған бізде. Бізде бір кезде мерекеміз болған жоқ, иә? Бізде мереке мәдениет қызметкерлерден өткен болған жоқ бізде. Соны келген депутаттарға да сұрақ қоя беретін, біз қашан болады, бізде неге жоқ деп, әйтеуір Назарбаев жарлығымен мәдениет қызметкерлер күнін беріледі. Оның премиясын осы
баяғы Мамалинов болған, ол кезде әкем бірінші неткен кезде біз көп премиальный ақша алғанбыз. Номинацияларымыз да көп болған. Содан кейін енді білмеймін неге ол азайып қалғанын. Азайып қатты сәрсім. Ал біз көп тіпті зейнеткерлерге барлығын үлкен жаңағы Енді ортаға аудандық орталық модельдер кітапханасының меңгерушісі Гүлайым Қабдуәлиқызын шақырайын. Біз енді сізге біздің құрметіміз сансыз, өте қуаныштымыз. Адамдар айтады ғой, ең қымбат не деп, ол уақыт дейді. Алтын уақытыңызды бөліп, біздің кітапханаға келіп құрметіңізді көрсеткенге көптен көп рахмет. Сізге денсаулық біріншіден, туған туысқандарыңыз аман болсын, ойдағы бәрі мақсаттарыңыз, армандарыңыз орындала берсін, немерелеріңіз қуанта берсін, аспаныңыз ашық болсын, осы жаман індетіміз тез кетіп, өз бабымызға көшіп, еліміз аман болсын, аспанымыз ашық болсын. Бұл енді сізге кітапханадан жүректен шыққан жылы сөзіміз, осылай сізге әдемдеп, сыйлап, осындай әрқашанда құлпырап осылай жүре беріңіз, гүлдей жайнап, жарқырап. Ой, жанымыз, сен айтасың, алтындай қымбат уақытыңызды дейсің, я? Алтыннан қымбат, менің қымбаттыларым шақырып атқанда мен неге келмеймін? Рахмет, сізге өте қуаныштымын. Рахмет, мен қашанда сендерге келіп тұруға, айтатын сөздер болса, айтса көңіл бөлісіп келіп тұруға, мен өте сендерге ризамын. Рахмет.